Ардақта ағайын, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі шетелдік әріптестермен бірлесе отыра атыраулық ауыр айып тағылған Сұлтан Сәрсенғалиевті дәл бүгін Индонезия қаласының Ломбок аралындағы Синауро ауылында тұтқындады. Таяу күндері күдікті Сұлтан мен келіншегі елге депортацияланады. Сол кезде бізге беймәлім қылмыстық істің шиеленіскен тұстары шешілер. Мамандар Сұлтан Сәрсенғалиев тұрған үйдің айналасын түгел қопарып, қазба жұмыстарын жүргізген, бірақ Наурыз бен Мейрамгүлдің мәйіті әлі табылмады. Жер астындағы заттарды анықтайтын георадарлар да қолданылған. Әзірге ешқандай нәтиже жоқ. Күдікті жұбайы Ақбаянмен бірге Атырау маңындағы осы геолог ықшам ауданындағы саяжайда тұрған. Олар темір жол жанындағы ең шеткері осы времянканы 50 мың теңгеге жалдаған екен. Бұл аумақты полиция мен ұлттық ұлан сарбаздары қоршап, тергеу және іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Айналада бейнебақылау камераларының саны аз болып шықты. Көршілерге тиесілі камералар жазбаларды 15 күннен артық сақтамайды екен. Атыраудағы қанды оқиға. Күдікті Индонезияда ұсталды. Атырау облысында ерлі-зайыптының өліміне байланысты күдікті ретінде танылған Сұлтан Сәрсенғалиев Индонезия аумағында ұсталды. Ол биылғы қаңтар айынан бері халықаралық іздеуде болған. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, алдағы күндері күдікті және оның жұбайын Қазақстанға депортацияланбақ. Қоғамды дүр сілкіндірген іс бойынша маңызды кезең енді басталды. Себебі күдікті елге жеткізілген соң тергеуде жаңа мәліметтер пайда болуы мүмкін. Жария етілмек жаңа мәліметтер. Каналға жазылып алыңыздар, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Өзінің қайнатасы мен енесін өлтірді деген күдікке іліккен Сұлтан Сәрсенғалиев ақыры ұсталды. Құзырлы орган мәліметінше, оны Индонезияның Ломбок аралынан тапқан, қасында әйелі болған. Қазір елге депортациялау мәселесі қарастырылып жатыр. Атыраудан бір отбасынан 6 адам жоғалып кеткен, білесіздер. Сол қылмысты ашуға көмескен хакер Атырауды барлығы біледі, бірақ хакер Атыраудың кім екені, және де хакерство туралы, және де сол қылмыс туралы көптеген ақпараттарды ешкім әлі де білмейді. Сол себептен де қазір мен хакер Атырауға ұшып келіп отырмын. Мына жерде өзінің аккаунты, міне кәдімгі официальный аккаунты, 221 мың подписчик міне. Сол алла қаласа хакер Атырауға сұрақтарыңыз болса комментарийге төменге жазып кетіңіздер. Арнайы хакер Атырауға ұшып келіп отырмын. Күшті бір видео осы бойынша салатын боламын, сіздерден қолдау күтемін. Төменге жаза кетіңіздер. Құрметті ағайын, шұғыл жаңалық. Атырау облысы Жангелдин ауылында ерлі-зайыптыны айуандықпен өлтірген күдікті ақыры ұсталды. Сұлтан Сәрсенғалиев Индонезияның Айдаладағы бір аралынан табылған екен. Оның жұбайы Ақбаян Мұқанғалиеваның да жүрген жері анықталыпты. Енді оларды депортациялау мәселесі қарастырылып жатыр. Өкінішке қарай, ізім-ғайым жоғалған 35 жастағы мүгедектігі бар Мейрамгүл Қарабалиева мен інісі Наурыз Мұқанғалиевтің әлі күнге дейін қайда жүргені белгісіз. Егерде жаңағы Сұлтан Сәрсенғалиев пен жұбайын депортациялап елге кіргізетін болса, енді жауабынан сұрағы көп, жантүршігерлік қылмыстың жай-жапсары тергеу барысында анықталады деп үміттенеміз.